Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қой етіне маринадталған тағам жасайтын боламыз. Ол үшін бізге картоп қажет болады. Картоптарымызды жақсылап жуып, пышақтың көмегімен өстіп сыртын терең етпей тіліп шығасыздар. Картопты да маринадталған кезде тұзы сіңу үшін өстіп тілу керек болады. Міне өстіп әрқайсысын өстіп тіліп дайындап аламыз. Енді картоптарымызды маринадтауға кірісейік. Ол үшін бізге сұйық май қажет болады. 3 ас қасықтың көлемінде сұйық майымызды картоптарымыздың үстіне құйып, оның үстіне паприка және қара бұрышымызды себеміз. Және де бізге тұз қажет болады. Мен сарымсақ, осындай кептірілген сарымсақ бар екен. Осыны сарымсақтың кептірілген түрінен маринадтауға саламын картоптарымыздың үстіне. Енді тұзымызды сеуіп, картоптарымызды араластырамыз. Картоптарды араластырғаннан кейін, яғни пешімізді 180 градусқа көтеріп қосып қоямыз. Бірден картоптарымызды форманы алып, формаға салып 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Және де картопты салардың алдында ең төменгі сөресіне қойып пісіресіздер. Себебі үстіне маринадталған етімізді қоятын боламыз. Міне формамыз дайын. Духовкамыз қызып тұр. Картоптарымызды жазып, бір-біріне тиіп кетпейтіндей етіп, қызып тұрған пешімізге апарып қоямыз. Төменгі сөресіне. Енді картоптарымыз піскенше қойдың етін алып, семіз қойдың етінен алып, жіңішкерек етіп өстіп тіліп аласыздар. Қойдың етін өстіп тіліп алғаннан кейін оны да маринадтаймыз. Міне керемет еттің тіліктері дайын болып қалды. Енді ыдысымызға салып, еттерімізді маринадтауға кірісейік. Картопты маринадтағанда етке де бізге қажетті заттардан, яғни сарымсағымызды сеуіп, керек мөлшерде сарымсағымызды сеуіп қоямыз. Енді үстіне горчица алып, содан себесіздер. Көп емес, аз горчица араластырамыз. Және де бізге паприка, қара бұрыш қажет болады. Етіміздің тез жұмсаруына соевый соус қажет болады. 2 ас қасықтай соевый соусымызды құйып, тұзымызды сеуіп, бір араластырып, соңғы штрих дейміз, оған 1 лимонның жарты бөлігін алып, кішкене сығып, соғын құямыз. Енді етімізді жарты сағатқа жауып қоямыз. Кейін духовкадағы
картопымыздың үстіне қою үшін оған мынандай сетка дейміз. Сеткамызға еттерімізді қойып шығамыз. Ал енді еттерімізді салдық. Енді картоптың үстіңгі бөлігіне, сөресіне етімізді қояйық. Етті 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Етіміз маринадталған, жұмсақ, тез піседі. Және пісіп жатып, етіміздің майы картоптарымыздың үстіне тамып, ерекше дәм, иіс береді. Ал енді жарты сағат өтті. Рецептім ұнаса, достар, менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымда қолжетімді тағамдардан күнделікті түскі, кешкі ас дайындайтын боламыз. Отбасыларыңызға өстіп тағамдар дайындап қуантсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналымда көріскенше сау болыңыздар.